Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмегі құрмандары, сіздермен бірге Самат Ахмет. Бүгін оңтүстік Кореяның Инчхон халықаралық әуежайынан қашып кеткен екі түркістандық және оларға Кореяның соты қандай шешім шығарды. Ең бастысы, бұл екі отандасымыздың адвокаты кім болды? Бүгін сіздерге сол туралы ақпарат беретін боламын. 안녕하세요 여러분, 제 이름은 사마트입니다. 오늘 인천 공항에서 도망가는 국적의 카자흐스탄 남자들은 인천지방법원에서 어떻게 주문 나오는지, 그리고 이분들은 변호사가 누군지, 한국 사람이요 아니면 카자흐 사람이요, 그것도 다 오늘 말씀해 줄게요. 감사합니다. құрметті оқырмандар, мен сіздерге қазір экранның мына бетінде осы кәріс тілінде жазылған соттың үкімі қолымда тұр. Соның барлығын мен сіздерге қалдыратын боламын. Бұл жерде менің айтпағым, шын мәнінде Мейірман Шөкеев деген заңгер бұл екі баланың адвокаты болды ма, жоқ па? Мен халыққа бүгін шындығын айтатын боламын. Инчон 지방법원, Инчон аудандық соты, Чиркук квали 법원, иммиграциялық бақылау актісін бұзу, Кунгаң Шисол 법원, әуежай объектілері туралы заңды бұзу, Пигони Ирсбаев Нұрсұлтан, Хаксен Көкшөге Кажахстан, жауапкер Ирсбаев Нұрсұлтан, мемлекеті Қазақстан, Түлек, Тубунши Нарзуллаев Имиджан Көкшөге Кажахстан, Хаксен екінші жауапкер Нарзуллаев Имиджан, мемлекеті Қазақстан, студент. Комса Го Пьонг Му, Пак Сан Хван, яғни мемлекеттік айыптаушы Го Бьонг Му, сот Пак Сан Хван. Және осы жерге жақсылап назар аударуларыңызды сұраймын. Пенуса Ли Дехи Пигони Ирсбаев Нұрсұлтан Ви Хангуксан, яғни бірінші Ирсбаев Нұрсұлтан үшін берілген заңгер Ли Дехи Ви Хангуксан мемлекет тарапынан берілген тегін қорғаушы. Екінші Нарзуллаев Умиджанға Но Хо Ин Кьонг мемлекет тарапынан берілген Пигони жауапкер Нарзуллаев Умиджан. Яғни бұл екі отандасымызға да Корея мемлекеті тарапынан тегін адвокат берілген. Бұл жерде ешқандай да Мейірман Шөкеев деген нәрсе жоқ. Көрдіңіздер ғой, менің қолымда ресми соттан келген қағаз тұр. Чумун, яғни соттың шығарған үкімі, солар туралы мен сіздерге қазақша қазір айтып берем, ал аудармасы экранның мына бетінде шығады. Керек адамдар өздері сол жерден тікелей аударып алсаңыздар да болады. Айыпталушылардың әрқайсысы 1 жылға бас бостандығынан айырылу 3 миллион вон айыппұл төлейді. Айыпталушылардың жоғарыда аталған айыппұлдарды төлемесе, олар бір тәулікке ауыстырылғанда әрбірі 100 мың вонға тең мерзімге еңбек түзеу лагеріне ұсталады. Қылмыс фактілері: айыпталушылар Қазақстан Республикасының шетел азаматтары болып табылады. Және Өзбекстанның Ташкент қаласынан ұшатын Korean Air компаниясының KE992 рейсіне мініп, Инчхон халықаралық әуежайының екінші терминалы 446 терминал 2 Деро Джун Инчхон қаласы 24 наурыз күні 7-ден 30 шамасында келген. Айыпталушылардың әрқайсысы екінші терминалда иммиграциялық бақылау өткізу пунктінде иммиграциядан өтті, бірақ елге кіруге рұқсат етілген жоқ. Сондықтан олар дереу күту алаңы болып табылатын екінші терминалдағы күту залына ауыстырылды. KE991 рейсі арқылы Ташкентке 2023 жылдың 26 наурызы күні кету жоспарланған болатын. Айыпталушылардың әрқайсысы 2023 жылдың 25 наурызында күту орнын өзгертуге өтініш берді. Ал кету орны екінші терминалдан 4-ші қабатқа ауыстырылды. Шамамен олар бір-бірімен сол жерде танысып, жоғарыдағы 4-ші қабаттың баспалдағынан 3-ші қабатқа түседі және сол аумақта әуежайдан қашып елге кіруді жоспарлайды. Қашу жолдары мен әдістерін іздейді. Айыпталушылардың иммиграциялық бақылау актісін бұзу, зорлық, зомбылық үшін жазалау туралы заңды бұзу және тағы басқа, қоғамдық меншікке зиян келтіру, әуежай объектілері туралы заңды бұзу. Шетелдік азаматтар елге кіруге ниет білдірсе, ол президент жарлығымен белгіленген елге кіруді иммиграциялық мәртебесін сақтауы керек. Жоғарыда аталғандай,
Ақпаратта сотталушылар 2023 жылдың 25 наурызында сағат 03:30 шамасында екінші терминалдың бірінші қабатындағы 230 қақпаға қосылған үшінші қабаттың баспалдағынан жетіп, жоғарғы баспалдақ пен жоғарғы баспалдақ арасындағы ені шамамен 70 сантиметр әйнекпен түсіп бірінші қабаттағы нөмір 230 қақпаға тура барған. Одан кейін сотталушы Ирисбаев Нұрсұлтан өзінің қолында тағып отырған Casio сағатының шынжырын пайдаланып, жоғарғы қақпаның жанындағы терезелердің арасында орнатылған бекіткіштерді бұзып, бұрап, сотталушылар бірігіп терезелер мен экрандарды жұлып алған. Айыпталушылар екінші терминалдың паромдық аймағы арқылы ұшу-қону жолағы мен таксомотор жолының аумағы арқылы өтуді жалғастырады және сол күні 04:13-18 шамасында Инчхон халықаралық әуежайының шекарасын құрайтын солтүстік батыс қабырғасының 4063 нүктесіне келді. Сотталушылар Ирисбаев Нұрсұлтан алдымен сотталушы Нарзуллаев Үмитжанның иығын басып деуалға көтеріледі және одан кейін сотталушы Үмитжанды жоғарыдан тартып алып қоршаудан асып кетеді. Тиісінше айыптаушылардың кіру және шығу портында иммиграциялық тексеруден өтпей шетелдіктер ретінде елге кіру үшін алдын ала сөз байласып, жәбірленуші Инчхон халықаралық әуежай корпорациясын басқаратын жоғарыдағы көрсетілген терезелер мен экрандарды бірлесіп зақымдап, жөндеу құны шамамен 300 мың вонға жеткен. Сотталушылардың заңды мәлімдемелері әрбір айыпталушы күдіктілерге жауап алу айыптаушылары туралы есеп. Және осы істе басында болған полицейлер Ким Йонг Джун, Пак Хи Тен, Чон Мин Сон, Чон Гапсу. Сақталған заттар сурет сумка, орамал, күту орнын өзгерту туралы парағы, бейнебақылау камераларының бейне жазбалар және оқиға орындағы фотосуреттер шетелдіктерді бас келісімі қарау актісі, екінші жолаушының терминалдағы автобус қақпасының нөмір 230 зақымдалған терезелер туралы ақпарат және кіруге тыйым салынған адамдар, екі қазақстандық азаматтық контрабандаға қарсы іс-қимыл туралы есеп, сотталушылар және басқалардың суреттерін күту орнын өзгерту туралы өтінішін көшірмесі алынған. Иммиграциялық құқық бұзушылық туралы есеп, ұстама хаттамасы, талап парағы, тергеу актісі, елге контрабандалық жолмен келген күдіктілерді бейнебақылау камерасына түсіру туралы хабарлама, тергеу актісі, тікелей эфирде тергеу актісін дайындау, заңды қолдану. Айыпталушыларға осындай баптармен іс қозғалды. Иммиграциялық бақылау туралы әр заңның 93-3 бабының 1 тармағы, 12 баптың 1 тармағы, қылмыстық заңның 30 бабы, заңсыз келу бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны таңдау туралы пункттер, Корея Республикасы туралы заңның 2 бабының 2 тармағы, 1 тармағы, зорлық, зомбылық әрекеттер үшін жаза, қылмыстық заңның 366 бабы, қоғамдық мүлікке зиян келтіру, әуежай объектілері туралы заңның 65 бабының 4 тармағы, 56 баптың 1 тармағы, қылмыстық заңның 30 бабы, рұқсат етілмеген объектілерге кіру, ұлттық басқару туралы заңның 94 бабының 7 тармағы, 17 баптың 1 тармағы, заңсыз келу бас бостандығынан айыру, бір мезгілде жасалған қылмысты ауырлату туралы, айыпталушылардың әрбір қылмыстық актінің 37 бабы, 38 баптың 1, 2, 3, 50 тармақтары, еңбекке түзеу, лагеріне тарту, айыптаушылар әрбір қылмыстық актінің 70 бабының 1 тармағы, 69 баптың 2 тармағы, әрбір қылмыстық актінің 62 баптың 1 тармағы, айыпталушы Ирисбаев Нұрсұлтан, Корея Республикасының 48 баптың 1 тармағы, Үмитжан Нарзуллаев 48 баптың 1 тармағы, әрбір қылмысты іс жүргізу заңының 334 баптың 1 тармағы, осы жоғарыдағы 16 баппен үкім шығару келтірілген шығын болса да, қылмыс жеңіл емес. Жалпы бұл екі отандасымызға 16 баппен іс қозғалған. Алайда сотталушылар өз қателіктерін мойындап, осы оқиға үшін белгілі бір мерзімге шамамен 4 айға қамауда отырғанда ойлануға мүмкіндік алды. Сотталушы Нарзуллаев Үмитжан Инчхон халықаралық әуежайының құрылысына 300 мың вон төлем жасады. Сотталушы Нұрсұлтан 18 жаста, Үмитжан 21 жаста қылмыс тарихында болмағандығы, Кореяда ғана емес Қазақстанда да қылмыс жасамағандығы, осы іс бойынша жасалған қылмыстың мән жайларын сондай-ақ сотталғаннан кейінгі жағдайларда қоса алғанда, осы іс бойынша хаттама және қорғауда көрсетілген жазаны тағайындау барлық жағдайларды жан-жақты ескере отырып, үкімнің тәртібі белгіленді. Қылмыс сотталушылар мемлекетке 3 миллион вон айыппұл төлем жасап, өз елдеріне депортация жасалады. Судья Джун Ли. Құрметті оқырмандар, мінекей көрдіңіздер, бұл жерде
көреміз бағдарламасына шығып бүкіл Қазақстанды алдап, екі азаматты мен түрмеден шығарым деген Мейірман Шөкеевтің аты күйлі жоқ. Мен сіздерге ресми ақпаратты көрсеттім. Не үшін бұл мәселені көтеріп жатырмын? Қайта мұны Мейірман Шөкеев деген біз тарапымызға қарата тас атып жатқандығы, әртүрлі әлеуметтік желіде жалған ақпараттарды беріп жатқандығына байланысты мен шыдап тұра алмадым. Мен сіздерге ресми ақпаратты көрсеттім. Көреміз бағдарламасы Руслан Өтепбай да тілшілерің мықты болатын болса, барлық ақпаратты тамырына дейін ақтарып тексеруін керек еді. Мінекей көрдіңіздер. Дұрыс, Мейірман Шөкеев ол жерге барған, сотқа кірген, соттың үкімі шығатын күні Мейірман Шөкеев Оңтүстік Корея еліне барып, орнынан тұрып, мен осы екі азаматтың Қазақстаннан келген адвокатымын деген кезде сот не деді? Ол сіздерге қызық па? Қаласаңыздар видеосын қойып беруім мүмкін. Сот бүгін үкім шығады, ешкім сөйлемейді, үкім шығатын күн. Сен заңгер болатын болсаң, 4 ай бойы қайда болдың деген сұрақты берді, және Мейірман Шөкеев орнына отырды. Сол орнынан тұрған кезде бұны кім фотоға түсірді? Кім? Оны Рабия деген дәл осы экранда тұрған қыз суретке түсіріп, әлеуметтік желілерде жырғылды. Құрметті оқырмандар, Самат Ахмет сіздерге тағы да шындықты айтты. Ары қарай шешімді қабылдау, лайк пен комментарияны жазу өздеріңізде. Ауырмаңыздар. Аман болыңыздар.